Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Ал бүгін бір қызық жағдай болды. Сонымен сізбен бөлісіп отырайын. Енді бөліспесек, білмесек, онда жайт болатынын да білмейміз, сол себепті біліп отырғандарың абзал. Бүгін сәуірдің 1-і, 2023 жыл. Бүгін қасымда Нартай бауырым болды. Екеуміз 9 микро мен 10 микроның арасынан өтіп батқан кезде машинамен, мен автокөлігімен. Бізді патрульный машина тоқтатады. Сосын біз жолдың оң жиегіне барып тұрамыз. Ана 10 микроның жағындағы остановканың қасына. Сосын полицейский осы келесі видеода. Алейкум ассалам. Қайсы көлік көрсетіп жібересің ме көлікшімді? Айтып бар, мақсат Қонарбайұлы. Құжаттарыңызбен таныстыра қойсыз, есіміңіз кім? Жайма, нешін тоқтаттың? Мен артты задний көбейткен жанбайға атқан сияқты сол. Көрсетіп жіберіңіз сонда құжаттарыңыз. Құжаттарыңыз түгел ғой. Түгел нешін тоқтаттың? Не үшін тоқтаттың деймін? Арт задний көбейткен жанбай тұрды. Жанбай тұрды дейсің ба? Сияқты дедің ғой жаңа. Жоқ, мен тоқтатқан уақытта жанбай тұрды. Сияқты деп айтпа дегесін өзіңізге айтып отқаным ғой. Жанып тұр бәрі. Мүмкін жанып өшіп тұрған шығар, мен де білмеймін ғой, сол сөзді айтып отқаным. Енді не үшін тоқтаттың? Сол задний габаритіңіз өшіп тұрғандықтан тоқтаттым, жақпай кеткен болды. Жанып тұр габаритің. А? Габаритің жанып тұр. Жанып тұр. Жеке куәлігіңізбен таныстыра қойшы. Неге? Құжаттарыңыз анықтайын. Жоқ, болмайды, сен без причин тоқтату болмайды. Без причин емес, артыңыз жанбай тұр деймін, сол себеп тоқтаттым. Маған фиксация жасап берші, 24 сағат камераң қосылып тұру керек. Жеке куәлігіңізбен таныстыра. Есіміңіз кім сіздің? Фиксацияны әкеліп бере алайыншы, маған уақытым жоқ, мен бір жерге кетіп жатырмын. Есіміңіз кім сіздің? Мен есім не керек? А? Есім не керек? Не керек? Мен сізге кім деп обращаться етейін, ба? Бақтияр. А? Бақтияр. Бақтияр? Бәке, жеке куәлігіңізді таныстыңыз ба? Сіз жеке басыңызды анықтайын. Басқа кімді істеніп тұрған жоқпын. Жоқ, мен бермеу құқығым бар. Бермеу құқығым бар. Заң талаптарына бағынбайсыз ба? Жоқ, мен жеке куәлігімді бермеу құқығым бар. Онда иініңізді айта қойыңыз. Жоқ, мендікі айтқым келіп тұр иінімді. Просто не себепті айтайын деп тұрмын, соны түсінбей тұрмын да. Жеке басыңызды анықтайын, енді аға сіз айттыңыз ғой жаңа, менің задний габаритім жасап тұр дедіңіз, солай емес пе? Мен жасамай тұр дедім. Мен көрген уақытта жанбай тұр дедім. Ал сіз жасап тұр дедіңіз. Екеуміз спорный оқып қалдық. Құжаттарыңызды тексеріп көрейін, бәрі жақсы болса. Спорный болған жоқпыз мына жерде. Мен саған айттым, дәлелдеп берші дедім. Фиксацияны әкеліп берші дедім. Көрдің ба, мен ұтып тұрмын ба осы жерде? Жоқ, жеке куәлігіңіз, неңіз айта қойын. Не себепті? Причина ол керек қой, сен кез келген ана тоқтата алмайсың, сен мысалы жеке тұлға болсаң, мен саған айтар едім, көрсетер едім, удостоверение деп. Бауырым удостоверение көрсетер едім. Причина сол, бәке. Енді фиксация қайда, фиксация қайда? Көрсетем. Бірінші жеке басыңызды анықтайын, көрейін. Ойбай. Айта қойын жеке сәйкестендірме. Мен 99 нөмірін жазсаң да автоматически. 99 нөмірді жазсаң да автоматически шығады ғой деймін. Шығады ба, өзіңіз айта қойын. Сен мен уақытымды алып тұрсың, бауырым. Айта қойыңызшы, енді өзіңіз. Сен мен без причин тоқтатып тұрсың мына жерде. Жоқ, без причин тоқтатып. Фиксация жоқ қой, фиксация қайда? Болады ол. Енді әкеліп берші, бауырым, сен не заң бұзып тұрсың өзің? Өтіп тұрсың ба заң бұзып тұрғанды? 24 сағат сен камераң қосып тұру керек, білесің ба? Қосып тұр. Енді әкеліп берші енді. Көрсетем. Неге заң бұзып тұрсың? Мен не ұстап тұрсың? Мен өте бір тығыз шаруамен кетіп баттым. Срочно бір жерге кетіп баттым, неге мені ұстап тұрсың? Жеке сәйкестендірме нөміріңізді айтыңыз, көрсетем. Базарлық сен бір жерді ғой, я оны. Фамилиясы мен аты Бақтияр есімі. Фамилияңыз кім? Дүйсенбай. Дүйсенбай. Алар нешін? Мен 99 сыфа нөмірім жазшы, шығады автоматически. Өзіңіз айта қойсыз. Тұршы дейсіз? Тек жазылшы. Ең айтайын ба? Айта қойыңыз. Бақпаңа сенде екі сапсайт жақтыңдар. 610 да? Специально мен алып жоқтар. Қатырған кемсің үшін ері. Делать нефиг мамам. Че болды, кете берейін ба? Кете берейін ба деймін?
сақтандыру полис жасалмаған ма сізде? Жасалған? Базадан көрсетіп тұрмын қазір. Уақытымды алмай ақ қойшы, пожалуйста. Ай, жеги джентльмендер қатырасыңдар, жинап қалсыңдар ғай. Шатан. Мемлекеттік бет бар ғой? Мемлекеттік бетімізді стандартты сайт рөлікті ана істі. Осы жерде мені полиция қызметкерлері айтады, машина артына келінші, сіздің мемлекеттік нөміріңіз дұрыс тұрған жоқ, соны қарап жерінші дейді. Сол кезде мен смело ашам, мен өз қалам, өз елім смело ашам, жеги джентльмендер деп чатам деп. Сол кезде тұрады, мен телефонымды жұлып алады, сосын патрульдік машина тұр ғой, борт номері 595, гос номері 085, 12 регион, соған мені бүктеп тығып жібереді. Сосын бүктеп тығып атқан кезде машинаға қарай Нартай бауырым отырған жердің есігін жұлқылап ашып жатыр, оны да шығарып алады да бүктеп екінші машинаға тығып жібереді. Міне тапа-тал түсте мына азаматтар заң бұзды. Ертең осылар бәрі заң алдында жауап беру керек. Барлығын соттау керек. Осы жерде таң қалатым да, какой-то полицейскийлер мені алып кетіп тұр да. Сонда ойлаймын да, мыналар бастарында не ойлап жүр екен деп та. Сонда полицейским деп менен өзін биік санап тұр ма? Осы уақыт 1 сәуір сағат күндізгі 11:23. Таң қалып мыналардың іс-әрекеттерін қандай жақтан духа істеулер екеніне. Бізде сендерден артық дух бар. Так біз дейтін мынандай гнилой әрекеттерге бармаймыз да. Себебі білеміз да оны қаяққа баратын. Чоткаларың келе ма? Чотқа жүріңдер. Туларың әділдік болсын. Сол кезде ровно болады бары. Көп қытыра бермеңдер. Сағат 15:07. Ана полицейский қызметкерлері осы жерге бізді әкетіп тастады. 3 гражданка машинамен. Мен ана жерге келдім, жаңа 102-ге телефон соқтым. Заң бұзушылық орын алғасын, мекта протокол түртіп, заң бойынша әрекетінейік деп. Машина қалай тұрды, солай тұр. Машина тиіскен жоқпын. Солай ағайын бауырлар, өстіп әрекеттеніп, өз құқығымызды талап етсек, бәрі жақсы болады. Әрекеттенейік, әрекетті ғой, береке. Жаңа 102-ге соғып едім ғой, заң бұзушылық болғасын. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Симбай Бақтияр Аманқұлы. Тап осы жерде мені заңсыз әрекеттер жасап, мені алып кетті. Телефонымды тартып алды. Сол себепті мен қайтып келіп, 102-ге соғып, полиция қызметкерлерін шақырдым. Мен келе жатыр полиция қызметкері. Видео түсіреді. Есен Байтуғанов Дәулет ба, тақта. Байтуғанов Дәулет? Жоқ, Байтуғанов Дәулет. Көрсетіп жүріп? Өзіңізге көрсетіп. Иә, білем ғой. Өтірім сұралым ба? Байтуғанов Дәулет Берікұлы. Сұрағы бәрі бар, қарап отырсыз. Иә. Атыңыз? Мен Симбай Бақтияр Аманқұлы. Бақтияр Амантайұлы? Иә. Айтамыз, жағдай сізде. Қандай күн? Ана біз осы жерде кетіп жатырмыз да, централкамен. Сосын гаишниктер тоқтатты бізді. Иә. Сосын тұра қойын деді, осы жерге келіп тұрдық дәл осы қимылдаған жоқпыз. Терезе аштым. Сол гай қызметкерлері айтты да, сенің габаритің жанбай тұрған сияқты деді да. Жанбай тұрған сияқты деп айтты да. Сосын мен айтам ғой, сияқты болса мен конкретно себеппен тоқтатшы деймін да. Сен бірінші анықтау, сосын сияқтымен тоқтату болмайды ғой мені. Сосын сөйтіп, күте тұршы деді да. Сосын тағы да полицейскілер қылып кетті мына жерде. Автозак келді алдыма. Сосын айтты. Автозак кетті мына жерде. Автозак кетті. Сосын бір полицейский шықты айтты да, артқа келші, номерін бірдеңе деді да. Мен сосын былай артқа шықтым, машинадан шығып, артқа келдім былай. Қолымда телефон болды, дәл осылай. Номерің бірдеңе деп сөйлеп отырды да. Сосын тұрды, екінші полицейский келді да. Айтайын, бізге екінші полицейский келіп, телефон тартып алды, жүгіріп келіп, оны жоқ тартып алды да телефонды. Сосын қалған 10 шақты полицейский тұрды, бүктеп өтетін полицейский машина салып тастады. А мен дым заң бұзған жоқпын да. Сосын заң бұзушылық болды, мемлекеттік протокол тұрып, камералар бар ғой, жан-жақта. Толып тұрғын не? 30-40 камера ашып, соның бәрі фиксация жасап, жансыз әрекеттер жасаған қызметкерлерді заң алдында жауап беруін талап етейін деп тұр. Арыз саған түсіріп. Нақты экипаж келген несесіз, қаптанға партия ойнауын өзінің
мемлекеттік. Жоқ, барлық фиксация бар, барлығы бар. Просто данный момент жоқ, мына камерадан қаран айналадағы. Қасында екі бала болды, Нартай Батыр болды қасында. Ол қазір келе жатыр. 10 та полицейский алып кетті да, қазір келеді ол. 2-3 минутта келеді шығар, келе жатырмын деп. Екеумізді бүктеп алып кетті. Жоқ, онда ауылдық болмаса, мен көлігіме болмаса сіздің көлікке отырып арыз жазып болмаса опорный пунктқа барсаңыз қалай ыңғайлы сізге? Жоқ, мен жаққа келеді, сосын маған криминалист керек. Мен жаңа телефон bakып кетті ғой. Телефонды сол жақтан әкеліп берді. Мен сол телефонды отпечаток полицияны алып алдым беріп тұрса кімдер алып кеткен. Мен өзім телефон шыққан жоқпын, жаңа пакетпен тұр ана жерде. Андай пакеттің ішінде тұр, көрдің бе? Мен берген кезде сразу пакетке салып алдым. Криминалист шақыра ғой сол жерге. Отпечаток полицияның кім екенін анықтау үшін. Не ағайын бауырлар. Не жаңа Қазақстан, жарқын Қазақстан дейді. Көз алдымда 8 мені полиция қызметкерлер бүктеп машинасына салып, заңсыз әрекеттер жасап алып кетті. Ол қалай ол? Мен Қазақстан Республика азаматына мен сонда менің құқығым таптап отырды. Ол соншалықты кім мені алып кететін дейді. Мен бірдеңе білдірген жоқпын. Сол себепті жаңа алып кеткен азаматтар заң алдында жауап берсін. Себебі заң бәрімізге ортақ. Атақ ана полицейскілер менен артық не кем емес, а бірақ менің құқығым таптап отырды, аяқ асты алып. Мен кіммін? Мен адаммын ғой. Адам болғасын адамға лайықты маған қызмет көрсету керек. Сыйлау керек. Сол себепті не әрекеттеніп жатырмын. Қайда алып барды? Бірінші, үшінші мекенжайға алып кетті. Сосын ана 23-ке алып кетті. Думан дейтін полицейский ғой, фамилиясын айтайын. Сізден не сұрап сонда? Сізден не сұрап? Не сұрап? Не сұрап сіз жоқ, сізден не сұрап алып кетті полицейский? Дым айтқан жоқ, мен айттым, сіз әрекеттен заңсыз дедім, машина салып алды ғой. Сіз әрекеттен заңсыз мені қайда алып барасың дедім. Енді үшке барғасын мені отырсық қойды. 24-ші шағын ауданы департаментке барды Жолдасбаев Думан Бақытұлына, Ақтау басқарма орынбасары подполковник. Соның қоластындағы жұмыскер өзін Бақытов Сержан Базарбаевич деп таныстырды, ал бірақ оның шын мәніндегі аты Серікқали. Біз пробивать етедім осыдан шыққаннан кейін. Бізде тоқалан адам емес, бізде тамыр танытып бар дегендей. Көп затты пробивать еттім, саған ертең бәрі заң алдында жауап беретін болады. Барлық бөлмелерде камералар бар, барлық камералар онлайн форматта жұмыс жасап жатыр. Кез келген департамент ішінде бәрі жауап беретін болады заң алдында. Қатты пысық сияқты, пысық біз ойлаған шығар өздерін. Сол мені сұрақ жауап алу кезінде жаңағы Серікқали Бақытов дейтін азамат менен как будто мен кінәлі адам сияқты менен допрос алғысы келеді да. Мен айттым, менің кінәм жоқ дедім де, айт дейді, как положено не айтады, мен айтамын ғой. Айттым, мен айтқым келетін заттарымды осылай деп полный жазып айттым ғой, бәрін қайтып жаздыртып сұрақ жауаптың қағазын. Сосын сол баяғы қол қоймай жатып айттым да, мына копиясын маған бересің дедім де. Сосын жаңағы Серікқали берейін дегендей қылды. Сосын жаңа басқарма орынбасары подполковник Жолдасбаев Думан Бақытұлы келді, копиясын бермейміз деді. Сосын мен копиясын алып қойдым, бірақ мен қолымды алып алды да, қара. Мен басқа да департаменттерге бардым ғой, бірақ басқа департаменттер ондай маған қарым-қатынаста болған жоқ та. Мына азаматтар ертең сендер заң алдында жауап бересіңдер, көп қытыра бермеңдер. Бірінші үшке барады, 24-ке барады. Соткысы бар, өзіне берген, қайтып берген, сол соткінде отпечаток полиция бар дейді, соны алу керек. Криминалист келсін? Как қазір келсін, мен шақырым бәрі, полностью состав. Все хорошо. Жаңа менің телефонды жұлып алып кетті. Сол менің телефоным басқарма орынбасары подполковник Жолдасбаев Думан Бақытұлының қолында болды. Сол азамат менен сұрақ жауап алатын кезде Серікқалиға әкеліп берді. Сосын сол телефонымды өзінің опермін деп таныстырды, Әбілхайыр дейтін. Сол Әбілхайыр ең басында мені алып кеткен кезде сол азамат жүрді. Ең басында заң салып кететін жерде. Әбілхайыр өзін таныстырған жоқ, оны сұрадым, аты жөнін, должностың қандай деп. Таныстырудан бас тартты. Қасында куәгерлерім бар. Сол Әбілхайыр ең соңында қара камерамен жүрген азамат телефонды берді. Мен камера қоспасын деп сразу бала газ басып, жоқ болып кетті. Атыңыз кім?
А? Сәтжан. Сәтжан, куәлігің бар ма? Көрші жоқ. Кім болып келесіңдер? Құсанбай, Сәтжан, Құсанбайұлы. Кім болып келесіңдер? Жедел тергеу тобы. Журналист бармағыстарында? Журналист ба? Мен телефонымды жаңа отчет полиция тексеріп ала қойдым. Мен өзім шыққан жоқпын. Пакетке салып қойдым да. Сонда қазір осы жерде анықтайсыз ғой да? Бүркітбай, Бүркітбайұлы. Сіздің есіміңіз? Дүйсенбай Бақтияр Аманқұлұлы. Мен телефонымды алып кетті, сосын менің көптеп машина салып осы жерде алып кетті ғой. Кіріп камера тұрын. Сосын жаңа полицейский аппаратта яққа кетіп тұрады. Сосын мен заң құқығым бұзылды ғой. Мен себептен болып кетті. Сосын мен 102 соқ, азамат келді. Ол сіздерге соқты. Қазір мен көлемге барып, отчет полицияны алып алыңдар. Все, жақсы. Былай болады. Мына арыз бар ғой. Тұрады да. Егер ол арызда дұрыс емес болатын болса, сізге осы арызда тұрады, дополнительно артына тағы да өздері дұрыстап арыз алып береді. Азаматты показания алып отырмын, мен сұрау алып жүргізіп отырмын ғой. Егер де ол жерде мен общий жақтақ алып отырмын, тергеуші ретінде ала алған жоқпын. Қалай болды, осылай болды, сені бүйтіп ұстады ма, қалай күш көрсетті, соның бәрін естіген жоқпын ғой. Сол себепті олар өздері шақырады, өздері айтады, денеңде жарақат бар ма, жоқ па, бар ма, онда экспертизада ағайындай өтесің ба, экспертиза телестік повреждениелерді анықтау үшін экспертизаға жүріп, олар өздері телестік повреждение болған жоқ. Олар өздері от-ето айналысады да, бұл жерде олар. Кәуішімке толтырайық, сен жібересің ғой. Сосын телефонын бер. Полиция қызметкерімен ДВД-ға келдік. Процесс жалғастыру үшін. Заңсыздықты көрдік па? Соған төтеп беріп, әрекет етуіміз керек. Так ол заңсыз жалғаса беретін. Өз қолымыздағы өз болашағымыз. Қолымыздан келгенше әрекет етейік. Департаментке келдік ал, кірейін деп отырық. Камера сұрады. Полиция қызметкерлерінің үстіне арызы бар. Ойындық қауіпсіздік басқармасының адамы келеді бізде. Камера сұрады, есіңдер алды? Іште бар ма екен жеттеп, біреу бар. Дежурный болды? Хабарласып. Доклад, пожалуйста. Осы 12-ші шағынында Маңғыстау облысы полиция департамент бастығы полиция генерал-майоры Аян Дүйсенбаевқа келдік біз. Сол ең үстінен дұрыстап қадағаласын деп, заң бұзушылық болмасын деп. Ал біз мына жерге келдік. Көмекшіден өтіп. Қазақтың қайғасы да жақсы ғой. Үстемелер болмай тұрған. ДВД-ні неше сықитып қойды, не болса. Банкоматмен. Бәрі бар. Азамат келам азамат тоқтатады. Автокөлігі қасында құрдас баласы бар, полицияның тоқтатады, поездың тоқтатады, артық говорить дамбай тұрған жоқ. Номеріме бірден олды, артық номер. Машина түсіп бара береді, машина түсіп барған кезде. Гражданкамен келді ма бала? Жоқ. Бейсі гражданкада болды, ол оперлер ма, кембічіктер ма, білмеймін кімдер екен нақты. Сосын, скорее всего, оперлер болу мүмкін. Қалғандары 7-8 полицейский киімде болды. Бәрі камерада бар ғой. Қалғанда гражданка болды. Үште тергеу басқармасына алып барады, сосын ары қарай алып барады, допрос алады, сосын жібереді, сот тыңдаушы етеді. Полицейский киім положить. Видеофиксация бәрі бар ғой, центральный. Полиция капитан Әмірмейір. Әмірмейір, да? Полицейский. Осы ТВД жасайсың, да? Департамент 7. Сен бастығын ба? Айтам бұфер болады сана то.
ес білгелі ақта отырып келаттым да. Енді өзі қалам болғасын смело шықпайын ба? Қайсы деп, ай жігіттер деп шықсам, сенің мемлекеттік нөмірің осылай деп нөмірде әңгіме болып жатыр да. Сол кезде бір полицейский келіп артынан, өз телефон ұстап тұрмын ғой, өйстіп артынан келеді да, жұлып алады телефонымды. Сосын жұлып алған бойда 3-4 полицейский тұр, қасына мені ұстап алады да, бүктеп ана патрульдік полиция машинасына тығып жібереді да. Сосын менен кейін Нартай бауырым алда отырдық қой екеумізде. Соның есігін жұлып ашып отырды, есікті ашып алып, соны шығарып алды екінші машинаға. Сөйтіп машинаға отырдым мен, патрульдік машинаға, қасында опер ме или кембрижник па, бір бала ол, оны анықтап отырдық қой, ол фигня болды. Барлық даналарын біліп алдық. Сол кірген кезде айттым, сіздің мына іс-әрекетіңіз заң бұзушылық дедім. Ертең заң алдында жауап бересіз дедім. Олар пысқырған жоқ заңға. Тапа-тал түсте жап-жарық дала, 40 камера тұр. Соның өзінде бізді тоқтатты, заңсыз тоқтатты. Сосын заңсыз іс-әрекетпен бізді бүктеп, машинаға тиіп, 3 Б-дағы департаментке апарды. Ояқта Жолдасбаев Думан Бақытұлы дейтін басқарма орынбасары подполковник мырзаға бізді апарғысы келді. А ол 3 Б-дағы департаментте ол азамат болған жоқ. Сосын телефон соқты. Сосын 23-24 департаментке кеттік. Сол жерге барып бізді отырғызды. Сосын бізді алып баратқан кезде ешқандай полицейскийлер ешқандай рапорт толтырған жоқ та. Бізді әркімді әр бөлмеге қойып қойды. Мен сосын жаңа полицейскийлердің рапорттарын көрсету керек, осылай деп. Рапорт жоқ. Мен отырым, где-то бір жарты сағаттан кейін шығар. Жаңа мені алып кеткен 3-4 азамат алып кетті ғой, мені бір машина көлікке салып. Соның ішінде бір азамат менің көзімше рапорт толтырып жатыр ғой. Осылай Дүйсенбай Бақтияр Аманқұлдың 10-шы микроның астында 10-шы домның қасында ұстап алдық. Сосын департаментке жеткіздік деп менің көзімше толтырып жатыр. Негізі рапортты оның алдында толтырып, соған основание алып әкелу керек та. Заң бұзушылық. Мен ол азаматтарға айттым. Ертең заң алдында жауап бересіңдер деп. Себебі заң бәрімізге ортақ. Біздің болашағымыз біздің әрекетімізге байланысты. Біз әділ әрекеттенсек, біздің болашағымыз жарқын, жақсы болады. Сол түсіндірді мені шамам келгенше. Сол азаматтар сондай іс-әрекеттер жасады, енді мен не істеймін? Заң бәрімізге ортақ. Заң бұзылма, заң алдында жауап беру керексің. Департаментке алып келді ғой бізге. Департаменттің үстіңгі басшылары отырып, тағы қасында 5-6 азамат отыр, кругты айналып. Сол кезде сразу сұрадым ғой, төрде отырған басшыға, сіздің аты жөніңізді айтыңыз дедім. Ертең мына камера тұр, ана жақта камера болды, мына камера кетпейді дедім. Сіз заң алдында жауап бересіңдер дедім. Сіз істеп отырған іс-әрекеттеріңіз заңсыз дедім. Сол кезде жаңағы арамызда ғана билік орындарының ең үлкен погондағысы үн қатқан жоқ. Аты жөнді сұрадым. Сосын айналда свидетельдер тұр ғой. Мен аты жөнді сұрадым. Бұл кісі атын айтынан бас тартты деп фиксация жасадым да, жақсы деп қабылдадым. Сосын сол жерде басқарманың орынбасары Жолдасбаев Думан Бақытұлы айтты. Сосын сол азаматқа айттым. Аты жөніңіз таныстырын деп. Ол таныстырды өзін. Жолдасбаев Думан Бақытұлы. Сол азамат соңында айта жатарым енді. Сондай жағдайлар ол, сол департаментте отқан азаматтар өздерінің атын айтуға қорқады. Себебі ол заң бұзып отқан біліп тұр да. Енді заң бәрімізге ортақ, заң бұздың ба, заң алдында жауап беру керексің. Себебі біз ойнап жүрген адам емеспіз. Мен өз жерімде, осы Маңғыстаудың тумасымын ғой, Қазақстан өз жерімде заңды әрекет жасап, заңды жүре алмасам, ол үлкен бассыздық, заңсыздық. Мен өз туған қаламда смело жүре алмасам, ол масқара. Олар келеді де мені бүктеп алып кетеді. Қандай олардың құзыреті бар, мені қараптан қарап алып кетуге де. Мен еще өз қаламда жүрмін да, өз туған қаламда. Сосын мен айттым, кім соншалықты алып кететін деп, өздерінің зат сынап отыр. Бізді адам қорлығы өлмей, как будто біз аламыз,
алмаймыз да өздерінің еркі деп заңнан не приписан деп типа заңды таптап заң бұзушылық істеді да. А мен осы қалада туып өстім да, мен өз қаламда, мен даже өз қаламда мен ойламаппын, күндердің бір күні мені нефтем қараптан қарап тоқтатады да ұстап машина салып жіберді деп ше заңсыз әрекеттермен. Сосын мен айттым, пысық шығарсыңдар деп, сендер пысық болсыңдар, мен сенен дедім. Ертең бәріңіз заң алдында жауап бересіңдер. Минимум айттым, минимум жұмыстарынан шығасыңдар дедім, максимум сотталасыңдар дедім да. Себебі айттым түсіндіріп, всегда ең крайний адамдар, ең соңғы исполняющий адамдар, төменгі адамдар всегда солар не жұмыстан шығарады, не сотталады, себебі олар үлкендер үстіндегілерін айтқанында тұрады да. Олар ойламайды, приказ келді ме, ол дұрыс па, дұрыс емес па, заңды ма, заңсыз ба қарамайды, тек орындайды да, соған үйреніп қалғанда. Ал егер де ертең солар заң бұзушылықтарын біліп отырып, приказын себебі аттарына сұранды айтпайды да, аттарын бәрі шет-шетінен қорқады да, а бірақ приказды орындайды. Сол айттым азаматтарға, сендердің мына іс-әрекеттеріңіз заңсыз деп. Сосын жаңа департаментке бардым ғой, масқара департаменттің іші, ақша жылдың сайын бөлініп жатыр. Бір туалетке кіре қояйын дедім, коридордың шетінде бір далаға шығып кеттік па, пожарный входпен. Туалет дейтін как будто бір 19 ғасырдың туалеттер сияқты, 18 ғасырдың. Масқара дедім, сосын бір кабинетке отырысып қойды, ішіндегі мебельдердің, шкафчиктердің есіктері жоқ. Ойша масқара, мен айтам, мынауын жат, ақша бөлініп отыр, қайда мынау, орнына жұмсалмай ма деп. Көрдің ба, коррупция деп. Сен де мына айтады да, бізге ол жақ қараңғы дейді да, сол жаңа сотрудниктер. Біз жүрік қой, міне лампочкамызды ұстап сол жарық болсын деп, халыққа қызмет етіп, халықтың көзін ашайық деп, біз әділетсіз әрекеттер болады, соған төтеп берейік деп жүрік қой десем, сендер бізде қолдаудың орнына неге бізді қорлап жатсыңдар дедім да, әрекеттерің заңсыз дедім да. Ақша ұрланып жатыр дедім, сендер үстінен приказ келеді, сендер орындайсың, ертең заң алдында жауап беретін сендер дедім да, үстіңгілер отырады дедім дедім. Бір ойланшеш, іс-әрекетінде ме, заңды әрекетінше дедім да. Сосын бір сотрудник айтып едім ғой, қара дедім да, сенің жұмыс жасайтын жерің мынандай жағдай, мынандай дедім да. Істеп жүрген іс-әрекетім мынандай дедім да. Біздің ертең бала-шағамыз сонда қандай өмір сүреді дедім да. Менің әке-шешем, мен бұрында әке-шешем айтады дедім деп. Сендердің кесірлеріңнен біздің қазір осындай жүйе қалыптасып қалды дедім да. Сосын оларға түсінуге болады дедім да. 91-ші жылы тәуелсіздігімізді алған кезде әке-шешелеріміз билік басына қазақ келді, қазақтың үмітін ақтайды деп, қазаққа қызмет етеді деп ойлап үміттенді дедім. Солар алданды дедім да. Енді мен қазір сол жаста, мен де сол жастамын, менде бала-шағам бар. Енді сол әрекетте біз әділдік туын алып, ел үшін, бала-шақ үшін, ұрпақ үшін әрекеттенбесек, ертең біздің бала-шақ бізден де сорақысын көреді дедім да. Сосын айттым, егер де заң бәрімізге ортақ болса дедім, кәдімгі Европа елдерінде, батыс елдерінде, егер заң ортақ болса, сен бастығыңа смело кіріп, сен бастық болсаң, бастық өзіңе бастық шығарсың. Міне заң бәрімізге ортақ, мен өзіме тиесілі заңдарды орындайын дедім. Мені жұмыстан шығарасың ба? Қолынан келгенше істе дейсің да. Ал ол кезде заң бәріне ортақ болса, бастық өзіне орнын біледі ғой, оны жұмыстан шығара алмайды да. Әр подчинение өзінің заңды құқығын білсе, конституцияда жазылғандай. Оғандай ол кезде көтке кіру, заңсыз әрекеттерге бармайды да. Мына департамент ішіндегі қаржы орнына жұмсалмағаннан, іші баяғы айттым жаңа 18-19 ғасырдың заттары сияқты, департаменттер сияқты, бірақ 23-ші жылда, 2023 жыл. Егер де заң әділ болып, халық үшін шығарылған заң болса, конституциямыздандай Америка, Европа елдерінде заңдарымыз болса, адамнан қорықпайды дедім. Кез келген сотрудник, кез келген басшылықпен бір деңгейде сөйлеседі дедім да. Себебі барлығының құқығы бір да, просто әркімнің лауазымы әртүрлі. Біреу лауазымы үлкен деп, лауазымы төмен адамдарға заңсыз әрекеттерін бұйыра алмайды, егер де конституциямызда заң дұрыс жазылған болса. Қазіргі заңдарымыз жаңа төменгі лауазымдар істегісі келмесе де бастық айт деп істеп жатыр да, заң бұзып жатыр. Неге сол фиксация жасадым, бәрін көрсететін боламын қазір. Сол ағайын бауырлар, болашағымыз біздің бүгінгі әрекетіміз, ертеңгі біздің болашағымыз да. Міне көрдім мен 3 департаментті қабардым ғой бүгіндікке. Үшеуінің жағдайы 3 түрлі. Бірақ 2 департаментте
аса үлкен деңгейде заңсыздық орын алды. Бірінші департамент 3Б-ға барғанда мен айттым, камера фиксация мен заңсыз әкеліп тұр дедім да, проходнойдағы азаматтар мен аты жөнімді сұрады, иінімді сұрады да. Мен айттым, мені мынау заңсыз әкеліп тұр дедім. Сосын мен қасымдағыдан сол мен оған жауап берді. Аты жөнімді айтты, иінімді сосын жазаласын деп кетіп қалды. Типа өздерінің адамы мен кіргізіп жіберді ішіне, а так мен ол жерге өтіп кіргізуге болмайтын еді да. Сосын екінші департаментке бардым, және 24-ші микрорайондағы, 23-ші микрорайондағы. Ол жерде жаңа түсініктеме қағазын толтырдық қой, сол кезде сұрақ жауап алу. Жаңа Серікқали, Бақытов Серікқали Базарбаевич менен сұрақ жауап алды да. Сол кезде маған дауыс көтеріп отырды, айтады да. Сен онда конкретно айтып бер дейді маған. Бүгін таңертең не істедің? Кешке осы уақытқа келдім ғой, объекттерге бардым. Осы уақытқа полный айтып бер дейді да. Мен айтамын оған. Мен не үшін айтамын дедім да. Мен үстімде бір күнә болса екен дедім да. Не болмаса мен істі болсам екен. На основании осындай іске байланысты менен запору саласыңдар дедім да. Менде дым үстіме күнә жоқ қой менде. Менен не қандай запрос түсініктеме сұрақ жауап алып жатсыңдар дедім да. Сосын ана жерде кілең өздерінің полицейскийлері ладно деп мен ана түсініктеменің копиясын алу үшін айтып едім ғой, мен кетіп батырдым, мен ұстап алып ішері әкелді дедім да. Сосын жамбызушылықтар бәрін айттым, телефон тартып алды деп, полный не болды, кәдімгі бассыздықтар бәрін айттым да. Сосын айттым ғой, қол қойған жоқпын жаңағы сұрақ жауап хаттамасына. Сосын айттым да, кім маған копиясын бересің дедім да. Сосын копиясын беретіндей түр танытты да. Сосын толтырдық, хаттаманы бір рет жаздық, бұны өзгертіп, қайта екінші рет жаздық та, полный бәрін жаздық. Қасындағы азаматтар бәрі тыңдап отырды да. Сосын мен ол кезде келген кезде мен телефонымды әкел дедім да бірінші. Сосын соны естіп, телефонды әкеліп қойды, өз алдына қойып қойды. Сосын жаңа копиясын сұрадым ғой енді. Копиясын беретіндей түр танытты. Сосын Жолдасбаев Думан Бақытұлы келді. Жаңағы Серікқали, Бақытов Серікқали Базарбаевич айтты. Бақтияр копиясын сұрап жатыр деді. Жолдасбаев Думан Бақытұлы басқарма орынбасары подполковник айтты, копиясын бермейміз деді. Қара, маған копиясын берген жоқ. Суретке түсірейін десем, телефонымды алып алды да олар. Телефонымды заңсыз алып алды. Сондай бассыздықтар болды, заңсыздықтар болды. Ақтөбесінде камера тұр, конституцияда заңдары тұр, істеп жатқандары заңсыз әрекет. Ол үшін айттым, бастығы отырып, бастығы заңсыз әрекет істеп жатқан біліп тұрды, аты жөнін айтқан жоқ, аты жөнін айтқанына қағазға жазып алып айтады енді. Сосын камера қондырып отыр ғой, бір столбта 6 камерадан тұр да. Жаңағы жерде 30-40 камера бар. Міне үлкен заңбұзушылық болды Маңғыстау облысы деңгейінде. Мына заңбұзушылық үлкен заңбұзушылық болып саналады. Себебі мен дейтін бәрі қашып кетті ғой жаңағы. Қой бізден аулақ бәрі түсінді заң бұзғанда. Жақсы азаматтар көп, жастар көбісі жақсы. Просто үстіндегілер заңсыз приказдар береді, соны төмендегілер орындатқысы келеді. Төмендегілер енді істегісі келсе де, істемегісі келсе де орындайды. Мен айтарым, мына мені жамбызушылар орын алды ғой, ертең сол азаматтардың үстіне іс қозғалады. Сол азаматтарға айтарым, егер сіз азаматтар маған осындай мен қасымда да заңды өкілдерім болады, тағы үкіметтің адамдар болады. Осындай адамдар маған үстіне приказ берді, соны приказбен істедім, мен заңсыз екенін біліп сонда соған бардым деп айтсаңдар, сендер смело сотталмайсыңдар. Мен жұмыстан шықпауға да шанстарым бар да, бірақ кім айтқан айту керексіңдер да. Сөйтіп біз дейтін мына жүйеде, қалыптасқан қисық жүйеде кім жаман әрекетпен жүріп, жүйені қисық бағытқа бұрып жатқанын біліп, анықтай, соларды үстінен заңнамамыз бойынша істер қозғап, соны шығара беріп, жүйемізді тегіс қылып, халық игілігіне қызмет ететіндей қылып жүйе қалыптастыру керек. Себебі ол біздің азаматтық парызымыз, ұрпаққа, болашаққа дейтін жақсы бірдеңе қалдырғымыз келсе, соған бәріміз атсалысу керекпіз. Себебі біз істемесек, оны істейтін азаматтарды көріп тұрған жоқ. Өз болашағымыз өз қолымызда. Сол жаңа азаматтарды айттым ғой. Сол азаматтар бәрі видеофиксация барлығы бар. Сол адамдар келіп айтатын болса, себебі олар тектен текелген жоқ, оларға приказ берді, сондай
заңсыз әрекеттерге барсаңдар да смело өзім жауап беремін деп. Сонымен келіп тұрған азаматтар, соның бәрін біз қолға алу керекпіз. Бүткіл жаңа мен алып кеткен азаматтардың, ана жақтарға апарған азаматтардың бүткіл істерінен заң бұзушылықтары үшін жауап берсін деп арыз жаздық. Енді Дүйсенбаев Аян ағамыз ғой енді. Сол ертең бұйырса барлық заң алдында жауап беретін болады. Өстіп жан-жақтан өз деңгейімізде әділдік үшін күрессек, туымыз әділдік болса, бұйырса бізде бәрі жақсы болады. Сосын бір красавчик менің Зиомам ба? Жетібайда бір туылған бауырымыз бар. Менен сәл 1-2 жастай құттай ойды. Полиция капитаны Әмір Мейір бауырымыз болды. Ол да Жетібайдікі. Сол азаматпен отырып, полный Дүйсенбаев Аянға тапсырдық. Сол ертең сол департамент полный барлығын тексеріп, әркімнің заң деңгейінде шешімдерін шығарып, бәрінің алдында жауап беретін болады. Әмір Мейір дейтін бауырымыз бар. Көп жаңа участковый полиция келді, ең басты шақырып жүзекке соққанда. Қара өз деңгейіндегі жұмыстарын жақсы атқарып жатыр да. Сөйтіп, жүйедегі әр азамат, лауазымдағы азамат өз деңгейіндегі жұмысын орындаса, бізде проблема болмайды да. Бізде кей азаматтар орындайды, оның үстіңгі деңгейдегі азаматтар орындамасын, оның зияны қарапайым халыққа келіп жатыр да. Қара басына түссе екен түсінуге болады да. Білмеймін олар не ойлайтын. Қара халыққа қызмет етейін деп сондай должностьтарға барады да, халықтың үмітін ақтайын деп. Барған бойда халық танымайды, халықты білмейді, халықпен араласқысы да келмейді. Сосын өзінің елген жұмыстарын, міндеттерін орындамайды. Сол ағайын бауырлар, мынандай бастықтарды жол бермеу керекпіз. Әділетті жаңа Қазақстан болып, жарқын Қазақстан құрғымыз келсе, сіз бен біз болып бірге әрекеттенуіміз керек. Әркім өз деңгейінде, туымыз әділдік болу керек. Күш бірлікте ағайын. Нека көріп отырсыңдар ғой, алдын бері айтып келе жатырмын. Сенері Путин болған, Путиннің Гага сотында іс қозғалып, Путиннің болды енді алысқа бармайды. Сол себепті қазірге Қазақстан, қазақ елінің болашағын жарқын ретінде, жарқын қазақ елі болып, жарқын болғанын қаласақ, сізбен біз болып әрекеттенуіміз керек. Бұрынғыдай Путин кетсе, бұрынғыдай Тоқаевтың күші жоқ. Қазір уже күн өте мына билік орындарымен халықтың деңгейі теңесті. Теңеспесе де теңесіп келе жатыр, күннен теңесіп келе жатыр. Енді осыны ескере билік орындарында барлығын жамандамаймын. Мықты красавчик азаматтар бар. Ел үшін, жер үшін, болашақ үшін деп қызмет еткісі келетін, бірақ қолда әлі байлаулы, өрінің артында боғы бар. Не болмаса тағы да бір себептермен ондай жарқын болашаққа ұмытыла алмай жатыр да. Сол азаматтарға айтарым, билік орындарымен халықтың деңгейін теңесіп келе жатыр. Осыны ескере халықтың арасына халыққа қызмет ететін азаматтарды билікке жер алсақ, билік орындарына заң қалыптастыратын, халыққа қызмет ететін орындарға, лауазымдарға халықтың мұқтажын айтып, соған қарай жақсы бағдар көрсетіп, халыққа қызмет ететін азаматтарды халықтың арасына шығарып, сонда лауазымды берсек сол азаматтарға, ол біздің қазақ елінің болашағы жақсы болады деген сөз. Соны ескере сіз біз болып бірге жұмыла әрекеттенейік. Ол билік орындарын айтып жатырмын. Ол қарапайым халық сізге де айтып жатырмын. Былай бірге жұмыс жасамасақ, ешқандай болашақ, әділ болашақ жоқ. Күн боламыз, не құл боламыз. Ал көкірекқа мен қазақпын деп тұру үшін бізде ең бірінші әділдік болу керек. Әр қазақ өзі қазақ елінде өмір сүріп жатса, смело жүру керек қазақ елінде. Талтайып, себебі одан басқа ешкімнің басқа туған жері жоқ. Қазақтардың тек бір жері ол қазақ елі, қазақ мемлекеті. Басқа жерде жоқ. Мен мысалы шет елдерде болдым ғой. Просто бәріміз барып жүрген Түркияны айта қояйын. Түркия действительно егемен елді. Кәдімгідей полицейскийлер, красавчик полицейскийлер.
кәдімгідей полицейский да, заң бұзушылықты қадағалап жүреді. Көп көрдім мен, Турцияда біршама рет бардым ғой. Андай жүрмейтін жермен жүріп кетеді, бұрылып кетеді, полосаны басып кетеді. Полицейскілер безе-бетіп қолын көтеріп кетеді да. Кешірші деп, асығып бара жатырып дейді. Соны түсінеді да бәрі, себебі азаматтар, сол мемлекеттің азаматтары бәрі де бір-біріне жақсы көзбен қарайды, себебі ол бір-бірінің бауыры да. А бізде бір столбыда 6 камера, кейбір күнде 9 камера да. А ол не үшін? Енді ертең маған айттым ғой. Тал түсте күн жап-жарық, 30-40 камера тұрған жерде мені заңсыз әрекетпен алып кетті. Ертең сол камералары жұмыс таптырмай кейін қадағалайтын боламыз. Сол ағайын бауырлар, сіз біз болып бірге әрекеттенейік жарқын болашақ үшін. Азаматтармен келісістік сөйлесіп отырық. Жұмыс жоқ дейді. Сосын мен түсіндіріп айтып жатырмын да. Бізде 20 миллион халқымыз бар дедім да. 10 мер орындалатын территориямыз бар дедім. Жұмыс жоқ дейді, жұмыс бізде бар. Специально бізде жұмыссыз қылып отыр дедім. Себебі аш халықты управлять ету, манипулировать ету аш халықпен оңай да. Алдына ет лақтырып жібересің. Етті былай тартсаң былай бұрылады, былай тартсаң былай бұрылып, сөйтіп ұстап отырасың да. Жұмыссыз халықтың ойлайтыны, енді қарны аш қой, жұмыс істеп жүреді. Сосын кредит төлейді да. Сол екеуін ойлап, уақытты күн өтіп жатыр да. Ал саясат, политика, басқа да бір дамиық, мыналар не істеп жатыр, басын қатырмайды да. Сол системамен біздің халықты жұмыссыз қылып қойды да. А так бізде ашу болады, толтыр завод, фабрикалар. Мен кеше пример келтіріп жатырмын. Европа мемлекеттерінде кеше мен, ол факт та, мен кеше ғана сөйлескен азаматтар ғой. Европа мемлекеттерінде дейді, сол азаматтар дейді, енді ояқта сайлау әділ өтеді да. Сол халық билік өкілдерін сайлайды, сосын солар халыққа қызмет етеді да. Ол халық былай дейді, требовательный халықты маған таң қалатын, қандай деңгейін талап ететін халықта Европаның азаматтары. Айтады билік өкілдеріне, мен дейді, осы жерде тұрам дейді, менің жұмысқа баратын жерім 40 минут не асып кетсе 1 сағат болсын дейді. Себебі мен жұмысқа барам деп өзінің уақытымды жұмсағым келмейді дейді. Сосын сол билік орындағы азаматтар қараш қандай да халық үшін қызмет, халық сайлады ғой енді, оның үшін халыққа қызмет ету керек. Ал халыққа қызмет етпесе, оны қайтар жібереді, басқасын сайлайды. Сол үшін Европа мемлекеттерінде жұмыс орындарды халық орналасқан жерге бөліп қойғанда, әр елді мекендерге соған айналасына завод, фабрикаларды орналастырып қойған. Себебі сол тұрғылықты мекенжайдағы азамат жұмысына барған кезде 40 минут асып кетсе, 1 сағат аралығында бару керек та. Қара, қандай деңгейде масқара да. Егер де бізде де халықтың арасынан шыққан азаматтар қолына мандат алып билікке баратын болса, дәл сондай жағдай бізде де болады. Себебі халықтың арасынан шыққан азаматтар халыққа қызмет етеді. Ал үстінен қойылған тағайындалған азаматтар кім қойды, соған қызмет етеді. Сайлау кезінде де мен тырыстым ғой, областық мәслихат депутаты болуға деп. Ертең ол мәслихатқа да барамыз, әлі жете алмай жүрік. Басқа да азаматтар хабарласып жатыр. Бәке, осылай істемедік па, осылай істемедік па деп. Сөйтіп біргелікті түрде бірге әділдік үшін әділдікті талап етуіміз керек. Себебі біздің үміттеніп отқан бала шағымыз бар, қара халық бар да. Әмір Мейір бауырымыз жас бала тоже. Дипломын алып, ол дипломмен жұмысқа алмады, оны ешкім. Сосын екінші диплом алып, полиция қызметке алуға жұмыс жасап жатыр да. А бізде қаншама азаматтар қолында диплом бар, жұмыс жүрді. Сол барлығын специалитет та. Қазақта артық ақша болмау керек. Артық ақша болса, мен лақтырып жүреді, ет лақтырады ғой. Етті алмайды. Сен кімсің дейді. Намыс болады. Алмайды да. Сосын орнына қоя алады да. Сосын адамда артық ақша болса, ойланып бастайды. Так, ертең біздің бағатымыз, қазақ елінің бағаты қаяққа бұрылып жатыр екен. Мына Қошқар атаға 27 миллиард теңге бөлініп жатыр екен, оның не себепті бөлініп жатыр екен деп, ал қандай жұмыстар атқарылып жатыр екен деп. Соларды ойлайтын болады да. Илон Маск Марсқа барып, ракета ұшырып жатыр. Бізде ондай заттар істемейміз ба? Біздің ракета саласынан бөлініп жатқан бюджетті
қайсы кім распределять, кім соны бөліп қаяққа жаратып жатыр дейді. Қайсы біздің судьяларымыз өз орнында жұмыс жасап жатыр ма дейді. Қалтамызда артық ақша болса бізде ойлар пайда болады. Не үшін мыналар өйстіп жатыр? Бізде специально істеп қойды, жұмыссыздық қойды, кредитке тығып қойды. Ойлайтынымыз тамақ, кредит, тамақ, кредит, тамақ, кредит. Одан басқа уақыт жоқ та. Сол ағайын бауырлар, халық үшін шылдап жүрген арамызда жүрген азаматтарды қолдап қорғап жүрейік. Себебі халықтың жағдайын халықтың ішінен шыққан азаматтар деп ойлайды да. Мына қазақ елін айтып отырмын, бейінді жүйен қалыптасқан қисық жүйенің ішінде мықты азаматтар көп. Соның айтып өтейін, жастары өте сауатты, көп жастарды байқадым осы жүйедегі. Істегі селіп тұрады, бірақ үстіңгі азаматтары оған полный бермейді. Әрекеттен деп, халықтың игілігіне әрекеттен деп, ондай жолды бермейді. Себебі өйтіп әрекет етті болса, аналардың бәрінің арташылық болады да. Олар өзі қорқақтығынан өзінің заңсыз әрекет істесе де, сол заңсыз әрекетінен біршама халық қиналып жатыр, соның іс-әрекетінен. Сонда да мен қиналмайын деп, сол өзі бір түрмеге кете қойса, қарапайым халық тым жақсы өмір сүреді. Жоқ, мен түрмеге кетпейін, халық қиналса қинала берсін дейді. Өзінің артындағы заңсыз әрекеттер үшін көпшілік халық зәңге шегіп жатыр да, белгілі азаматтардың кесірінен. Сол ағайын бауырлар, көп айтып кеттім. Әрекеттенейік. Әрекетті береке.